апталығында қазақ тілі әдебиеті пәнінен апталық өтіп жатыр. Өтіп жатқан қазақ тілі апталығы қалай ұйымдастырылып жатыр? Өте керемет, жоғары деңгейде. Күшті, рахмет. Сізге де рахмет. Саған қазақы киімдер ғой. Не деген әдемі. Мынау біздің ұлттық тағамдарымыз. Мынау біздің бауырсақтарымыз. Ірімшік, қымыз. Сендер бұл жерде не істеп тұрсыңдар? Біз ағамыздың шеше мен ана туралы көрісін қоямыз. Мә, саған не деген күшті. Менің қызым болып ойнайды, ал мен шешесі болып ойнайды. Зерттеу жұмыс ажаласы деп ұлағай тұрғандай көркем әдебиетте сөз шеберліктің, көркем суреттің бейнелеуші құралы болғандықтан оны ақын жазушылар ұқыптылық пен қадағалап қалған қолданған. Қазақтың көркем сөздерінің дамуына зор еңбек сіңіріп, өзіндік үлестерін қосқан көркем сөз шеберлері жайлы оқушыларымыздың шығармашылығын тамашалауға шақырамыз. Қазақ тілі мен әдебиет пәні апталығының сәтті ашылуымен құттықтаймын. Рахмет, Айгерім. Ағай, осы аптада қандай жұмыстар жүргізіледі? Айта кетіңізші, маған өте қызық болып тұр. Айгерім, мен саған айтып берейін. Жалпы біздің апталығымыздың атауы көркем сөз көңіл тілі деп аталады. Бұл апталық барысында 5 күн бойы әртүрлі жұмыстар жүргізілетін болады. Мысалға, бірінші қазақ тілін насихаттаудың ең үздік үлгісін көрсетеді деген тақырыпта дебат өткізіледі оқушылар мұғалімдер арасында. Одан кейін, мектебіміздегі оқу құштар мектеп жобасы аясында ақынның ардақтаған ел бақытты деген тақырыпта жергілікті ақындар мен жас ақындардың кездесуі болып өтеді. Одан кейінгі 3 күнді біз халқымыздың 3 ұлы тұлғасына арнап қойдық. Халқымыздың бас ақыны Абай Құнанбаев. Одан кейінгі күнді биыл 150 жылдық мерейтойы тойланып жатқан Ахмет Байтұрсынұлына арнадық. Одан кейін өзіміз мұғалім болғаннан кейін ең алғашқы мектеп ашқан Ыбырай Алтынсаринге 3-ші күнді белгіледік. Осы аталған 3 күнде осы 3 кісінің шығармашылығына арналған жұмыстар жүргізілетін болады. Одан кейін соңғы күнімізде мектеп театр жобасы аясында көркем сөз көңіл тілі тақырыбындағы апталықтың жабылуы болады. Бұл күні театрландырылған қойылым қойылады. Мінекей өстіп 4-8 сәуір аралығында әртүрлі жұмыстар жүргізілетін болады. Мәссаған, не деген қызық. Рахмет. Осы апта сәтті өтсін. Сау болыңыз. Рахмет, Айгерім. Оқушылар сендерді де сол апталыққа белсене қатысуға шақырамын. Болып жатқан іс-шараға келіп қатысып қоямын. Рахмет ағай, жарайды.
рахмет. Негізінде айтатын болсақ, жаңа Раушан апа айтып жатыр ғой, осындай талап етілу керек, заңдар құрылу, жаңағы нелер жасалу керек деп. Бізде Қазақстанда тіл туралы заң бар, заңнама бар, қарастырылып отырған қаражат та бар. Бірақ ең басты біз қажеттілікті ұмытып, ең басты мақсатты ұмытып кеткен сияқтымыз да. Бұл ең басты мақсат тілді құрметтетудің, яғни қазақ тілін насихаттаудың басты мақсаты қазақ тілге деген қажеттілікті тудыру керек бізде. Қажеттілікті қалай тудырамыз? Қарапайым ғана мысал, бізге шейінгі мысалға кеңес үкіметінде өмір сүрген қарапайым үлкен апайларымыз, ағайларымыз, олар орыс тілге қажетті болды, орыс тіл. Олар ешқандай жаңа оқусыз, курссыз, өздеріне керекті нәрсе болғаннан кейін орыс тілін ешкімнің көмегінсіз тез үйреніп алған болатын. Сол сияқты бізде де қазақ тіліне деген қажеттілікті тудыруымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Қарапайым ауылдан алатын болсақ, ауылдық жерлерде барлығы дерлік қазақша сөйлейді. Тек қана қазіргі таңда бізді өте жаңағы етек алып тұрған қалалық жердегі шала қазақтар десек болады. Яғни бұл тілге бейтарап қарайтын адамдар. Бейтарап қарайтын адамдар осылар осы қазақша амандасу. Яғни қазіргі таңда жастар көбіне привет, пока, здравствуйте деген сөздермен ғана шектеледі. Ал одан кейін екінші қазақша кітап оқу. Яғни көбіне қазір біздің жастар көбіне кітап бәрі демек, мысалы көбіне топырақ жастай бірінші кейбір жастар кітап оқымайды, көбіне интернеттен ала салады. Одан кейінгі қазақша кинолар көру, одан кейін жер аттарын, яғни Ал әсет бүгінгі ұйымдастырған өткізіп жатқан жоба өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Енді өзің қандай бағалайсың? Әрине бұл мұғалімдер үшін дебат оқушылардың көзі жоқ, енді өздерінің ойнағанын бөліп, біріншіден менің шақыртуымды қабыл алған ұстаздарға, әріптестеріме үлкен рахметімді айтамын. Топтың арасында сөз бастау қиын еді. Сөйлеп өздерінің пікірлерін, ой пікірлерін айтқан барша ұстаздарға рахметімді айтамын. Әрине бұл алдағы уақытта Жұлдыз айтып тұрғандай тағы да болып жатса мені қатыстырады. Яғни мұғалімдердің арасында тағы да мен ойнайыншы деген ой қалыптастырғанға мен өзім мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Енді сенің өзіңнің мектепте дебат орталығың бар, оқушылармен жұмыс жасайтын. Қалай екен? Мұғалімдермен қиын ба екен, әлде оқушылармен қиын ба? Жас кезінде иген шыбық жалпы жастай балдарды үйреткен дұрыс қой, өзінің қалпын жасын. Бірақ мен ойлаймын, мұғалімдерді бірінші ойынның өзі өте үлкен ойын көрсетеді кәдімгідей. Екінші ойындарда дәл осы жаңа ойнаған командалар болса, екінші ойында кәдімгі тегеурінді қарсы көрсететін командалар болады. Әрине менің ойымша оқушылармен жұмыс жасаған оңай. Қозғалып жатқан тақырыбымыз тілге байланысты ғой. Осы тақырып қаншалықты өзекті деп ойлайсың? Қазіргі кезде өте актуальды проблемалардың бірі қазақ тілінің проблемасы бар. Ол менде әдейі проблемасын емес насихаттауды алып отырмын да, әдейі қалай насихаттағанымыз дұрыс деп. Жалпы Ахмет Байтұрсынов атамыз айтады ғой, ұлты жоғалған тілі жоғалған ұлт жоғалған ұлт деп айтып жатыр. Жалпы яғни әрине бәріміз қазақ болғаннан кейін барлығымыз қазақша сөйлесе екен. Қазақстан территориясында тұратын өзге ұлттарда қазақша сөйлесе екен деп, енді оны күштеу емес, насихаттау арқылы жетсе екен деген өзім пікірім бар. Ал енді мына бүгін дебатта айтылған пікірлер сенің көңіліңнен шықты ма? Осы тақырыпты аша алдық па? Иә, әрине ашылды. Барлығы өте өзекті проблемалар өтті. Раушан апай жұлдыздар арқылы пропаганда жасау, қазақша сөйлетіп қою, Бауыржан мырза телевидение, пернетақталарды барлығын қазақшалату, Айдос мырза айтып отыр жаңағы бірден сәлемдесудің барлығын қазақшадан бастау керек. Шыны керек, қазір жас балалар, әсіресе оқушылар барлығы бір-бірімен сөйлескен кезде бірінші сөздері привет деп басталатын ол шын. Как дела? Көп жағдайда осының барлығын қазақшаласақ. Жақсы өзекті пікірлер айтты, ашылып ойлаймын. Жақсы, сұхбаттасқаныңызға рахмет. Осындай керемет жұмыстармен бізге көрсетеді. Осындай алдағы уақытта сәттілік тілеймін жұмысыңызға. Рахмет сізге.
той, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы ашық жарқын қабағы